қанша ақша төлейтінін айтамын, иә. Қалай есептейді біздің терген гүлдерімізді болды. Бүгін гүлге бізге қанша ақша төлейтінін көрсетемін да, жел соғып тұр. Мынау бізге таңертең айтып келген кезде 10 талдан деп ше. 10 талдан жиясыңдар деп. 10-дан, 15-ден, 20-дан, 30-дан кете береді количествосы. Ал егер 10 талдан болған кезде біздің мынандай 10 банышқа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 банышқа, короче, 1 паунд төлейді. Примерно 1 паунд да. Кішке пенс жетпейді, сіздерге домалақ қылып айтып отырмын да. 1 паунд төлейді, ол деген біздің Қазақстанның ақшасымен 650 теңге примерно қазір курспен. Ал егер мен мынаның бәрін мына жерге бізге потом айтады, бір ящикке дейді 100-ден салыңдар деп айтады. Если бүгінгі количество 100 болса, бір ящикке, онда сол күнгі количествомыз, типа ақша пилге төлейтін ақша бір 10 паунд болады. Бір ящик 10 паунд. Бір ящик 10 паунд дегеніміз біздің бір ящигімізге 6500 теңге төлейді. Ал мен мына рядтан 7-8 ряд ящиккеден шығаруға болады да. Білмеймін қазір количествосын нақты. Біз әлі жинап жатырмыз. Жақта елдер әлі жинап жүр. Алдында анау поляны тергеміз. Салғам, короче, 1 километрден анша шығардық деп. Бүгін, короче, мына жағын теріп отырмыз ғой. Солай түсінікті деп ойлаймын, иә. Күніне мысалға 10 ящик берсеңіз, осындайдан 65 теңге табасыз. 20 берсеңіз, короче, солай есептей бересіздер ғой. Если гүл жақсы болса, біз 20-дан артық береміз. Гүл нашар болса, 18-17-ге дейін тересің. Вообще жоқ болып қалған кездерде 10 ящикпен қайтатын күндер болады. Бірақ Шотландияда ең көп терген гүліміз, короче, ең көп тердік, ең көп тергеніміз, ең аз тергеніміз 130 паунд болды да. Шотландияға келгенде гүл жақсы болды.